Толқындар таралатын ортаның бөлшектері толқынмен көшірілмейді. Олар тек өз айналасында тербелістер жасайды. Толқынмен бірге ортаның бір бөлшегінен екінші бөлшегіне қозғалыс тербелісімен оның энергиясы беріледі. Сондықтан барлық толқындардың негізгі қасиеті энергияның затсыз тасымалдануы болып табылады. Толқын бөлшектерінің тербеліс бағыттарының сәйкес келуі салдарынан бойлық толқындарда шоғырланулар мен сереулер пайда болады. Ортаның тербелісі толқынның таралу бағытымен сәйкес жүреді. Ортаның шоғырлануы мен сереуі кез келген ортада жүреді. Сұйықта, газдарда, қатты денелерде. Механикалық көлденең толқындар тек қана қозғалыс кедергісі бар орталарда пайда болады. Сондықтан сұйық және газ тәріздес орталарда тек қана бойлық толқындар болады. Ал қатты орталарда бойлық та, көлденең де толқындар бірдей пайда болады. Ортаның тербелісі толқынның таралу бағытына перпендикуляр болады.